Ассалаумағалейкум достар. Бүгін видеода біздер ақылды розетканы үйге қалай орнатамыз және де оның жұмыс жасау принциптерін түсіндіріп өтетін боламыз. Бүгін видеода бізде Moist фирмасының екі түрлі розеткасын алдық. Ақ түстегі бізде Wi-Fi арқылы жұмыс жасайды, қара түстегі ZigBee арқылы жұмыс жасайды. Оларды қазір қалай жалғау керек, соны түсіндіріп өтейік алдымен. Сіздер қарапайым розетканы шешіп алмай тұрып, қайсының қай жерге жалғанып тұрғанын біліп алуларыңыз керек. Негізінен L дегенге бізге қоңыр немесе қызыл түсті сымдар жалғанады, N-ге көк түсті сымдар жалғанады. Егер сіздерде жасыл мен сары араласқан сым шыққан болса, ол бізде заземленияның ортасына тұрған ортасынан жалғанады. Негізінен еш қиындығы жоқ, бізде розеткаге тек фаза мен нөл ғана жалғанады. Осылай жалғап болғаннан кейін подрозетникке түзуінен орналастырамыз. Бізде коробкасында өзінің осындай арнайы болттар болады, соны қатырып қоямыз да, өзінің қақпағы бұның магнитный. Жай ғана кигізіп қоя саламыз. Розетканы осылай жалғап болғаннан кейін бізде жасыл түс мигать етіп тұру керек. Бұл телефонға қосылуға дайынмын деген белгі. Ал егер бұлай мигать етпесе, үстін 5 секундтай басып тұрсаңыздар, өзі мигать ететін болады. Ал енді туяғы жалғауды көрсетейік. Туяғы осылай кіргеннен кейін плюс батырмасын басып, добавить устройствосын басқаннан кейін розеткасы автомат түрде шығады. Wi-Fi-ға енгіземіз. Өстіп енгізіліп болғаннан кейін завершеннен басамыз. Енді розетканы телефонмен басқарсақ болады. Қосып өшіріп. Енді біз умный дом приложениесіне кіреміз. Яндекс Лайтты қалай жалғау керегін алдыңғы видеода айтып кеткен болатын. Плюс батырмасын басып, устройство умного дома кіреміз. Туяны жай ғана обновить етеміз. Сол кезде розетка өзі пайда болады. Оны бөлмеге жалғаймыз. Тип устройство розетка. Ал енді біз бұны дауыспен басқарсақ болады. Алиса, розетканы қос. Менде Алиса розетканы қосты. Бұл розетка енді кез келген приборд жалғасақ болады. Сонымен қатар бізде Type-C мен Lighting разъемдар бар. ZigBee мен жұмыс жасайтын розеткеде дәл солай жалғанады. Мына жерге фаза және де 0. Егер заземление болса, ортасына жалғанады. Бұның айырмашылығы тек қана қақпағында. Бұны магнитный емес, сәл күшпен итеріп қоя саламыз. Бізде ZigBee арқылы жұмыс жасайтын розеткеде өшіріп қосу кнопкасы сенсорный. Бұны сопряжение қою үшін 5 секундтай басып тұратын боламыз. Бұл розетканың ерекшелігі бізде тек хаб арқылы жұмыс жасайды. Ал мен туяға хабты осылай енгізіп аламыз. Wi-Fi паролін жазып далее. Мінекей осылай енгізіп болғаннан кейін завершеннен басамыз. Енді хабтың ішіне розетканы енгізетін боламыз. ZigBee таңдаймыз, добавить устройство. Мінекей біздің розетканы көрді, завершені. Алисаға да өзі автомат түрде жалғанды. Енді біз бұны приложение арқылы да өшіріп қоссақ болады розетканы. Выключено. Включено. Бізде умный домға өзі автомат түрде жалғанды. Енді бұны Алиса арқылы басқарсақ та болады. Жай ғана біз комнатаны таңдаймыз. Міне сіздер розетканы дауыспен басқарсаңыздар болады. Алиса, розетканы қос. Телефон заряд алып жатыр. Алиса, розетканы сөндір. Мінекей сіздерге бұл розеткаларды қалай орнату керек, қалай жұмыс жасайтынын түсіндіріп өттім. Бұл розеткалар төмендегі нөмірге хабарласып заказ берсеңіздер болады.